Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен смородинадан компот жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қажетті банкаларымыздың барлығын жуып тазалап, жақсылап стерилизовать ететін боламыз. Ол үшін қайнап тұрған суда банкаларды 2 минут ұстасақ жеткілікті, ал қақпақтарын чайниктің ішіне салып, я болмаса бөлек ыдыста бір қайнатып аламыз. Барлық керекті заттардың көлемін описаниеда қалдыратын боламын. Осылай банкіге смородинамызды салып, үстіне қантымызды саламыз және міндетті түрде қайнап тұрған суды құйып, банкының аузын жабатын боламыз. Яғни арнайы құрылғымен барлығын жауып шығамыз. Қысқыға сақтауға өте қолайлы рецепт. Міндетті түрде компотты жасап көріңіздер. Барлық басқа жеміс жидектермен осы рецепт бойынша компоттарды жабуға болады. Қантын жаңа жидектердің қышқылдылығына я тәттілігіне байланысты көбейтіп, азайтып отыруға болады. Осылай банкалардың аузын арнайы құрылғымен жауып аламыз, үстінен басып тұрып бұраймыз. Бір-екі рет қайталаймыз жабуды. Осылай жатқызып қарап, қақпағынан су ағып тұрма, ағып тұрған жоқ па қарап аламыз және түбінде қалып қойған қантты осылай банканы итермелеу арқылы, шайқау арқылы қантын ертеміз. Осындай іс-қимылдың арқасында ішіндегі қанттардың барлығы тезірек ериді. Егер бұлай жасамайтын болсаңыз, қанты түбінде қатып қалуы мүмкін. Және барлығын тексеріп алғаннан кейін банкаларды осылай төңкеріп қоямыз және үстін міндетті түрде жауып қоямыз. Үстін осылай жауып қоямыз. Әбден банкаларымыз суығаннан кейін жинап қоюға болады. Ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.